Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, құрметті біздің Құрақ Көрпе қолөнер арнасының көрермендері. Сіздерге бір жайтты оқиғаны айтып бергім келіп отыр, біреулеріңізге пайдасы тиіп қалар деген ниетпен. Бүгін Алланың қалауымен біздің таңғы асымыз міне мынандай құйрық май. Мына жерде пакетте тұр, мен өзіммен алып жүремін. Соның бір бөлігін кесіп алып, аздап жылтып, нанмен жеп жатырмын. Бұл құйрық майды не үшін көрсетіп отырмын? Мынандай бір басымыздан жағдай өтті. Бірде ініміз екеуміз соғым сояйық деп бір ірі қараны екеуміз бірдей алған едік. Содан қасапшыға бір үлкен кісіні шақырдық. Үлкен болғанда енді бізден үлкен. Оралман кісі екен, Қытайдан келген. Сөйтіп сойып жатып әңгіме барысында сөз басталып кетті. Инсульт жайлы. Жаңа қан қысымынан құлау. Сөйтіп біздің әкеміз 7 жыл жатқандығын, сөйтіп дүниеден қайтқандығын айттық. Алла әкем рахымына бөлесін. Сонда жаңа кісі айтты, менің ағам дейді, өзінің туған ағасы құлады дейді. Сөйтіп енді жанұясы, бала шағасы ауруханаға апарып жүреді енді уақытында тексерілуге. Сөйтіп апарып жүрсе бір кісі айтты, мына кісі не, давлениеден құлады ма? Иә. Онда неге ол кісіні ауруханаға келіп жүрсіңдер деп айтты. Енді не істейміз, енді бірдеңе істеу керек қой. Жоқ, бірдеңесін істеңдер, бірақ та больница түк пайда бермейді депті. Адамын апармайсыңдар ма? Қандай адам? Қытайда дейді ол болған оқиға. Сонымен біраз осыншама жерде пәрінше деген емші бар, қазақ екен, намазхан кісі екен. Сол кісіге апарыңыздар депті, 60-тан асқан кісі деп, 64 деді ма. Сөйтіп жаңағы інісі, жаңағы кісі бәрі ағасын сол тұра алмаса да соған апарады. 2000-нан астам километр жерде екен дейді. Оңай болған жоқ дейді. Сөйтіп апардық дейді жаңағы кісіні. Сөйтіп апарсақ, қарады да бізге 30 килограмм қойдың құйрық майын алып келді айтты дейді. Сосын жарайды әкелерміз, бірақ қалай ол, біз сау адамның өзі 30 килограммға қалай нетеді? Сіз бір несін түсіндіресіз бе, себебін деп айтты дейді. Сіздер 30 килограмм құйрық май әкеліңіздер, сосын әрі түсіндірем деп. Сөйтіп жүріп базар аралап 30 килограмм құйрық май алып келдік дейді. Өзінің дәрі шөптері бар екен дейді. Соны араластырып, бөлшектеп отырып түсіндірді дейді. Сендер тамаққа шемішкі май пайдаланасыңдар ма? Иә, солай. Онда біле беріңдер. Шемішкі май адамның қанында жойылып кетпейді. Қанша жеп жатсыздар, сол қан тамырларының қабырғасына барып бір пленка іспеттес болып жабысып қалып жатады. Ол ешқашан жойылмайды. Күндердің күнінде ол міндетті түрде сіздерді де құлатады деп айтты дейді. Енді бізде 3 минутқа дейін ғана видео сала аламыз. Келесі жалғасы болады.